Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай сары өрік қосылған, яғни абрикос қосылған өте дәмді және тез жасалатын пирог бірге дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және видеомды толықтай соңына дейін қарап, ұнап жатса өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Қажетті заттарымыз ол сары өрік, қант, қопсытқыш сары май, бір жұмыртқа және ұн қажет болады. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды саламыз, қантымызды саламыз және сары майымызды салып, барлығын араластырып, крошка жасап алатын боламыз. Толық рецепті достар, төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерде қарап, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міне крошкаларымыз дайын болды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Азғантай бөлігін осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Пирогымыздың бетіне себуге бөліп қойдық. Енді қалғанына массамызға бір жұмыртқамызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр дайын болды. 5-10 минутқа қалдырып қойыңыздар. 5-10 минут өткеннен соң табамызды алып, осы уақытта пештеріңізді 170 градусқа қыздырып қоясыздар. Қамырымызды алып, толықтай жайып шығамыз, барлық жеріне жететіндей етіп, қолымыздың көмегімен. Және осылай вилкаменен кішкене тесіп шығамыз, қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін. Және шеттерінде тегістеп алыңыздар, дәл осылай піскенде әдемі болып шығады. Біркелкі болып. Жайып алған тестамыздың үстіне енді өріктерімізді әдемілеп орналастыратын боламыз осылай. Барлығын қойып шығасыздар, дәл осылай. Өріктеріңізді алдын ала жуып, құрғатып дайындап қойыңыздар кеп тұрып. Міне бәрін қойып шықтым, өздеріңіз көріп тұрғандай. Және үстінен қант ұнтағын осылай сеуіп шығамыз. Сол кезде өріктеріңіз қышқылдау болса да, тәтті болса одан сайын тәтті дәм беретін болады. Және ванилин қосып жіберсеңіздер болады. Тағы да ерекше дәм береді. Мен қоспадым бірақ. Міне өріктеріміздің үстіне енді алып қалған осындай крошкаларымызды сеуіп шығамыз. Табамыздың барлық жеріне жететіндей етіп, біркелкі етіп, қолымыздың көмегімен жақсылап сеуіп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, дәл осы рецептпен достар. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Біздің отбасымызға ұнады толықтай. Өте дәмді, шаймен ішкенге өте керемет пирогтардың бірі. Дайын болған пирогымыздың массаларын қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Пирогтарымыз пісіп шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі және өте дәмді болып шықты. Арасы толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып және пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын сіздерге де. Сау болыңыздар.